Баршаңызға қайырлы күн достар. Түскі асқа не дайындайтындарыңызды білмей жатсаңыздар, оңай және тез дайын болатын ақ саңырауқұлақтардан түскі ас дайындаймыз. Ал кеттік, ендеше бізге тазаланған саңырауқұлақтар және бір бас пияз қажет болады. Саңырауқұлақтарымызды жуып, тазалағаннан кейін өстіп турап аламыз. Туралған саңырауқұлақтарымызды май құйылған қазанымызға салып, суы тартылғанша қуырамыз. Міне суы шығып, біраздан кейін қақпағын ашқанда өстіп суы тартылып қуырылады. Сол кезде туралған пиязымызды қосып араластырамыз. Пиязымыз да қуырылды. Әдемі ерекше түс. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Және де 3 картоп қажет болады. Картоптарымызды жуып, тазалап, ұзынша етіп турап аламыз да. Қуырылып жатқан пияз бен саңырауқұлағымыздың үстіне қосамыз. Бір жақсы етсізде өте дәмді, тойымды тағам болып табылады. Ал енді тұзымыз бен бұршымызды қосуды ұмытпайық. Міне қара бұрыш, көп емес, мөлшеріне қарай соя тұздығын, соевый соус қосып, бір шай қасық қоссаңыздар жеткілікті. Бұл әдемі түс береді және ерекше дәм береді. Міне тағы бетін жауып бұқтырамыз. Астарыңыз, түскі астарыңыз дайын болады тез арада. Және өстіп тарелкаға салып, көк бұрышпен, укроппен сәндеп дастарханға қойсаңыздар болады. Көріскенше достар, ас болсын.